ішкі көші-қон саясатын қолдап, Түркістан өңірінен қоныс аударған жерлестердің тыныс тіршілігімен танысуды мақсат тұтқан Айғақ қоғамдық телеарнасы бұл жолы Шығыс Қазақстан облысында. Біз сіздердің назарларыңызға 40 түрлі тағдырларды ұсынатын боламыз. Түркістан өңірінің шекарасынан Шығыс Қазақстан облысына дейін жеңіл көлікпен 1600 шақырым жол жүріп жеттік. Тарбағатай ауданы аграрлы аудан. Мұнда біздің жерлестеріміз шаруашылығын дөңгелетіп отыр. 40 түрлі тағдырға куә болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Нар тәуекелге бел буған Айғақ телеарнасының шығармашылық ұжымы асу бел асты. Жерлестерге деген сағыныш сезімімен жүрегіміз алып ұшып, ұзақ жол жүріп, Шығыс Қазақстан облысындағы Тарбағатай ауданына келдік. Ежелден барқыт бел атанған қарт Тарбағатай ерте замандардың көне көз куәсі. Орталығы Ақсуат. Мұнда көсемдер, шешендер, көріпкелдігімен атаңызға айналған Ырғызбай әулие, жауырыны жерге тимеген палуандар өмір сүрген. Хан Батыр Қабанбай тұлпарының тұяғы тиген текті киелі өлкеде бізге бауырластармен жүздесудің сәті оңынан түсті. Шоқ-шоқ ши өскен шеңгел жолдармен шеру тартып келеміз. Бір алаңы көп, ойдым тастақты. Соқтық балы соқпақсыз жол деп осындай бағытта айтса керек. Бұл белес-белес жолдар елдің оңтүстік аймағынан қоныс аударып, еңбектен еңсе тіктеп, тіршілігін түзеп жатқан шаруалардың егін алқабына алып барады. Мақтарал, Жетісай аудандарынан келген отбасылар осындағы Құмкөл ауылдық округіне жайғасыпты. Тарбағатай тау сілемдерінің етегінде орналасқан түркістандық шаруалар диқаншылықпен айналысуда. Яғни Аспаншы өндірістік кооперативіне Сүндет, Жұманата, Шығыс өнімдері атты шаруа қожалықтары бірігіп, бір ұжым болып еңбек етуде екен. Олардың ту сыртынан қарасаңыз, ауыз біршілікпен ерең еңбек етіп жатқандары сүйсіндіреді. Елбасының ішкі көші-қон саясатын қолдап, қоныс аударған бұл азаматтарды егеменді еліміздің еңбек ерлері деп мақтанышпен ауыз толтыра айтуымызға толық негіз бар. Тынымсыз тіршілікте жүрген шаруаларды көріп, көз қорқақ, қол батыр деген мақал еріксіз еске түсті. Мынау шекаралық аймақ біздің Тарбағатай деген. Біз осы жаққа көшіп келіп, қоныстанып жатырмыз. Бүкіл оңтүстіктің азаматтарын шақырамыз осыдан. Себебі таудың арғы беті қазір көршіміз Қытай. Осы жерге ел қоныстандырып, түтінімізді жағып, шығыста қазақтың иесін шығармасақ, бұл жердің бәрі даланың жері, қазақтың жері ғой. Иесі, қожасы болып алып, дүрбімен көрген көршілерді сескену керек. Мынада ел бар екен, түтін бар екен, мал бар екен, жан бар екен. Бұл ердің егесі, өзен көлдің егесі, қазақ екенін білдіруіміз керек. Сол үшін барлық түркістандықтарды, осы жаққа қазақстандықтарды шекаралық аймақты қоныстандырып ел қылайық. Соған шақырам бәріңізді. Мына жерлердің бәрі құнарлы жерлер. Шымкентте өскен, барлық көкөніс осы жерде өседі. Сіздерді шақырамын. Құрметті отандастар, шекарамыз бүтін болса, ауылымыз көп болса, осы жерді аманат қылып тастаған бабаларымыздың жерін ел қылып қоныстандырайық шекараға. Келіңіздер. Жер жеткілікті, құнарлы жер бар. Бәрімізге жетеді. Барлық қазаққа жетеді. Игерейік, жұмыс істейік. Көрген жұрттар дүрбімен көрсе де, мынаяқта ел бар екен, жер бар екен, қожайыны бар екен сезіндіруіміз керек. Сонда біз ғана қазақтың иісін шығыстан шығару керек. Аспан асты елі Қытаймен шекаралас жатқан Тарбағатай ауданында 41 мыңнан астам тұрғын бар. Осы ағайынның ортасында бауыр басып шаруашылықты ширатып отырған диқаншылар қауын қарбыз, картоп 40 қабат, сәбіз, қызанақ егіп, маңдай термен адал нан жеп жүр. Біріккен шаруа қожалығы жалпы 1200 жерді игеруде. Сағым қуған сайын далада жан бағып, тіршілік ету оңай емес. Бірақ аянбай тер төгіп, еңбек етсең, жер ананың да жерге қаратпайтыны ақиқат қой. Түркістан облысында халық көп, жер жоқ. Содан кейін келгеміз. Содан мына кісілер келіп жатыр. Биыл тағы 2 шаруа қожалық қосылды. Жер аренда еді. 2 жыл арендаға Түркістан облысында. Бұл жерде жер жекеменшік өзімдікі. Ешкімге аренда төлемеймін. Өкіметке налогын төлеймін бұл.
Тарбағатай тауы тұр. Бұл таудың бергі беті Қазақстан, ал арғы беті аспан астындағы алып мемлекет Қытай елі. Түркістан облысынан келген жерлестеріміз, бауырларымыз осы маңнан жер алып шаруашылығын дөңгелетіп отыр. Еңбектің наны тәтті екенін Шығыс Қазақстан облысындағы ағайындарға көрсетіп отыр. Ал біз Айғақ арнасының шығармашылық тобы туған жерінен келіп, жерлестерімізге сәлемдемені жеткіздік. Ұйымшылдықтың арқасында асу асып шекара маңында жатқан жерді игерген жерлестер тағы бір шыңды бағындырмақ ниетте. Ұлы даланың қырандары күннен күнге қанат жайып, енді өндірістік фабрика құрмақ. Әзірге 5 гектар жер алып, мал бордақылау алаңының кірпіші қалануда екен. Осының өзіне жерлес шаруалар 460 миллион қаржыны жұмсапты. Сондай-ақ қос фабрикасына 72 миллион, құрғақ сүт өндіру шаруашылығын бастауға 180 миллион теңге құйған. Жалпы 25 гектар өндірістік аймақты Түркістан облысынан келген еңбек сүйгіш жандар жандандырып жатыр. Шекаралық аймаққа қоныстанған ұлы даланың ұландарын көріп, жазушы Ғабит Мүсіреповтің «Біз жиылсақ көппіз, жойылсақ жоқпыз» деген сөзі ойға оралды. Иә, байлық байлық емес, бірлік қана байлық. Түркістан облысынан қос жеңіл көлікпен келіп, ұлы далада дамылсыз еңбектің тері бетін жуған жерлестерімізді көргенде, бойымызды мақтаныш сезімі кереметтей кернеді. Қай өңірде болмасын, қазақтың әрбір аялы жерін игеру сіз бен біздің міндетіміз емес пе? Батыр жүрек қазағым барыс қалық, түсінген ел алдында борыштанып, адал еңбек қадірін ұққан жандар шығысты шырайлы етті қоныстанып. Халқымыз үшін Алтай тауының қадірі де, қасиеті де ерекше. Алтай дегенде көзіңізге Бұқтырма өзені, Қатон-Қарағай, Мұзтау, Топқайың, Шыңғыстай, Тарбағатай жоталары күршім елестейді емес пе? Бұл атауларды біз жазушылардың кітабынан оқып едік. Оралхан Бөкей, Қалихан Ысқақ, Дидахмет Әшімханұлы секілді қарагөз шеберлер шыққан мекен бұл. Осы қаламгерлердің шығармаларын оқығанда беу шіркін, Алтай қандай керемет еді деп тамсанып қаласың. Бірақ құт мекен, ақ босағамыз болған Алтай тауының етегіндегі Қатон-Қарағай ауданында қазір қарттар ғана қалып барады. Жастардың барлығы қала жағалап кеткен. Біздің жақта қыс ұзақ деп Оралхан Бөкей жазғандай, Алтай қытымыр қысы бар жерүйек мекеннің табиғаты сарқылмас байлық. Ғажайып таутастар, сарқырап жатқан өзен, көкмайса өрлей өскен шыршаларға көз тоймайды. Сол байлықты сақтап қалатын жергілікті тұрғындардың саны өте аз. Қос бірдей алып мемлекет, Ресей Қытаймен шекаралас жатқан ауданға көшіп барып, кәсіппен айналсам десеңіз, аймақтың есігі сіз үшін айқара ашық. Қатон-Қарағай ауданын жазушы Оралхан Бөкей өзінің шығармаларымен, талантымен елімізге танымал еткен. Бұл Алтайдың аймағымен шектесіп жатыр. Бұл өлкенің тауы да, тасы да, шөбі де, ағып жатқан Бұқтырма өзені де керемет қой шіркін. Қазақстанның нағыз байлығы. Шекаралас аймақта, бірақ әзірге біздің жерлестер жоқ екен. Игерілмей жатқан жерлер толып жатыр. Алтайда не көп, тау мен серпантин жолдар көп. Биік тау ішінде көлікпен жүріп келе жатып, бұралаң қиылыспен ирелеңдеген иірім бағытты көрсеңіз, жүрек тұсыңыз дүрсілдеп соғады. Дегенмен әдемі көрініс, сұлулық әлеміне кіріп кеткендей күй кешесіз. Біз көзбен көрген сол керемет көріністерді сіздерге бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өзіңіз көргенге ештеңе жетпейді. Ертегі әлемі. Ғажайып сезімге бөленген көңіл күймен қимылдаған қырасар деп жол жүріп отырдық. Тарам-тарам көп соқпақтан жол тауып, Шығыс Қазақстанның Зырян ауданына бағытымыз түсті.
Өр Алтай тауының етегіндегі кеңді аймақтың халқы ашық жарқын көңілмен қарсы алды. Бұл Зырян табиғаты қандай әсерлі болса, тұрғындарының да пейілі кең, жүрегі ақ екен. Қасиетті Түркістаннан барған біздерді көргенде жүздерінде бал-бұл жанған қуанышты байқадық. Солардың қатарында осы аймаққа қоныс аударған жерлесіміз де бар. Шымкент қаласынан көшкен Гүлжамал Пернебаева жеке кәсібін жүргізіп отырған қазақтың қарагөз қарлығашы. Жерлесіміз салт-дәстүрді өн бойына сіңіріп қана қоймай, Зырян ауданына терең насихаттап жүр. Өмірге деген көзі ашық білікті кәсіпкер кочевник дәмханасы мен қонақ үй ғимаратын жалға алып, білек сыбана еңбек етуде. 10 саусағынан бал тамған аспазды ас үйдің нағыз қаншайымы дерсіз. Бала шағам бәрі шетелге қызығады. Жастардың барлығы шетелге қызығады. Жастардың қанша проценті шетелге көшіп кетті. Молодежьдің барлығы оқыған, білімді, ілімді қазақтың қыздары, жігіттері барлығы шетелде, Америкада, Францияда, Россияда. Мұнда қайтқысы келмейді. Себебі не? Оның себебі бізде туризм дамымаған. Соны неге біз өзіміз дамытпаймыз? Неге біз шетелдің адамдарын осында шақырмаймыз? Жақсы жерге жайғасып, енді бұл жерге көшіп келген себебім сол негізі. Кішкене туризмді дамытып, шетелдің адамдарын мұнда тартып. Негізі шетелдің адамдары өте көп келеді екен жазда. Бірақ условия не жағынан ноль. Өзім талайын көрдім, маған да осында келіп жатты. Россиядан, Москвадан, сөйтіп шетелден келген адамдар көп болды. Сөйтіп Москвадан келген адамдар болды. Араластық, гитаристер, музыканттар, барлығы келеді. Бірақ бізде дамымағанбыз. Олар бір келіп, сонымен қайтып келгісі келмейтіндей жағдай бұл жерлерде. Негізі біз осы қазақтарды, енді Шымкентте мұнда переселение қылып жатқаны елбасы дұрыс ойлаған, ол жағына қосыламын. Елбасы негізі оны түсінбейді, негізі көпшілігі. Негізі дұрыс ойлаған. Бұл жерге переселение қылып жасап жатқаны бостан бос емес. Бұл жердің адамы аз, соны дамытсын деп жатқан шығар енді. Сөйтіп, мына жердің жұмыстарын дамытып, туризмді ашып, шетелдің адамдарын мұнда тартуға. Шетелде өзім жұмыс істедім. Суворовский ресторанда повар болып істедім. Москваның қақ ортасында. У нас хорошо деп бәріне мақтан тұтатымын. Почему маған хорошо деп айтады олар, осында жақсылап. Өзімізді дамытпаймыз деп. Дамытайық деген ойда мен осында переселение жасағам. Қызым, ұлым шетелге қызықпасын, шетелдің адамдары бізге қызықсын деп. Жұмысты жыл басынан бастауды жақсылыққа жорып, 2018 жылдың қаңтар айында Зырянға қонысын көшірген Гүлжамал атына заты сай тірлік жасап жатыр. Әр арайлап батқан таңда табыстың басты кілті төзімділік пен шыдамдылық деп іштей қайталап іске кірседі екен. Оның бойындағы осы бір қайсар мінезі, көне сөздерді жатқа айтқан қағылез қасиеті бізді таңырқатты. Аспаздық кәсіптің қыр-сырын жастайынан меңгерген Гүлжамал Пернебаева бір ұл бір қызды тәрбиелеп отырған аяулы ана. Енді оңай емес, бір жерден бір жерге көшіп, көгеріп, өніп дегенде ол оңай емес. Негізінде әкемнің бір сөзі бар. Әкем айтатын бала кезімнен. Алдыңда таулар бар, ағып жатқан толқын сулар бар. Таудан құлап кетпе, судан ағып кетпе. Тауға кетіп шығып баратқан кезіңде артыңа қарасаң түс кетесің. Сондықтан тіке алдыға дейді. Қараушы болма дейді. Судан толқып ағып атқан суға қарсы жүзіп өту оңай емес. Ол суды жүзіп өткен бар, өтпеген бар. Соған шыдасаң, өт алсаң, өттің, өтпесең ағып кеттің. Өмірде солай деп айтатын. Қиын жағдайға түсіп қалған кезде әкемнің сөзін алам. Есіме сөйтіп бүйтіп қуанып қалам. Дұрыс айтқан ғой, алдында су, жаңа тосқындықтар, небір адамдар кездеседі. Әртүрлі жағдай, всегда гладко болмайды ғой енді өмір деген. Сондықтан сол әкемнің талай сөздер бар. Тірі, олар қазір 80-ге келген. Төле би ауданында тұрады. Ленгірде, Первомайский көшесінде тұрады ол кісілер қазір.
Ол бүгінде бизнестің тынысын кеңейтіпті. Еңбектен қашпай, ырысын шашпай жүрген нәзік жанның көкейінде арман көп. Төле Би ауданында тұрып жатқан ата-анасын ауасы сап Зырянға көшіріп әкеліп, осы өңірде өсіп өркендеу. Елбасының ішкі көші-қон саясатын қолдап, барынта шынтасымен жұмыс істеп жатқан қызметкерлер Зырян ауданы әкімдігінде екен. Қоныс аударушы ағайынға мемлекеттің ұсынып отырған мүмкіндігіне жол ашып беріп, бизнеске бет бұрғандардың кедергілерін жойып отыр. Қазіргі таңда Зырян ауданының жастары ұсыныс тастады. Яғни Зырян ауданының атын Алтай деп өзгертуге. Өйткені Алтай брендтік атау. Ертең бұл жерге туристер ағылады. Келесі кейіпкеріміз Абылайхан Әлмаханов, білім саласында еңбек етіп жүрген білікті маман. Шардара ауданының тумасы, Зырян қаласындағы нөмірі 9-шы орта мектепте тәрбие ісінің меңгерушісі. Осы аудандағы жалғыз қазақ мектебі 497 оқушы білім алып жатыр. Сол ұрпақты тәрбиелеуге үлес қосып отырған Түркістан облысының тумасы Семей қаласында қолына диплом алып, Зырянда қызмет жолын жандандыруда. Аудандағы жастар мәслихатының депутаты болып та үлгерген 25 жасар жерлес Зырянда өсіп өнуді көздеп отыр. Жан түкпірінде жатқан ойы отбасын құрып, халқы аз ауданның демократиясын көтеру. Осындай мақсаттарымен бөліскен Абылайхан Әлмахановпен естелікке суретке түстік. Табиғаты әсем жер, адамдары кең. Жалпы өзімнің жерлестерімді осы шығыс аймағына шақыруды көздеп отырмын. Шақырып та жүрмін достарымды. Жалпы мұнда келетін болсаңыз, көптеген бағыттар бойынша бос вакансиялар бар, жұмыс орындары бар. Қаншама адамдар, мысалы, оңтүстіктен келген адамдар бар. Олар да осы жерде өздерінің армандарын жүзеге асырып, өздерін жақсы жағынан көрсетіп жүрдеуге болады. Мысалға айтатын болсақ, бізде осы Зырян қаласында бірнеше оңтүстіктен келген кісілер бизнесмен болып, спонсорлық көмек жасап отырады мектептерге. Еңбек өтілімнің осы жағында, осы шығыс аумағында өтіп жатқанына мен еш өкінбеймін. Керісінше қуанамын, басқа жақты көріп, ел көріп, жер көріп отырсыздар, қандай керемет әсем табиғаты бар. Жыл сайын барып тұрам Шардараға, ата-анамды барып көріп қайтуға, сол тырысып тұрамыз. Енді ол кісілер де қолдайды осында жүргенімді жұмыс істеп. Енді болашақта ата-анамды осы жаққа шақырсам деген ойдамын. Себебі мұнда көптеген туристік аймақтар бар. Мысалы, қарап отырсаңыз, Қатон-Қарағай ауданы бар мына қасымызда, жақын жерде. Ол жерде марал өсіреді, пантакрин деген сияқты емдік қасиеті бар, небір шөптер бар. Сол себепті осы жақты өзіме ыңғайлы деп санаймын. Бірақ туған өлкем оңтүстігімді ұмытпаймын, Түркістан облысын. 70 мың халқы бар Зырян ауданының орталығында жүріп, кеңес дәуіріндегі кезеңдер көз алдымыздан сырғыды. Баяғы ғимараттар сол қалпында сақталып тұр. Тек әлеуметтік нысандар ғана енді жаңарып жатыр екен. Соның бірі 2012 жылы салынған Қарлығаш балабақшасы. 288 бүлдіршінге арналған мекемеде 50 жыл Түлкібас ауданының тұрғыны болып, қазір осы аймаққа келген Гүлнара Нұрулаева тәрбие ісімен айналысуда. Екінші Швейцарияға теңелген аймақтың Өр-Алтай тауының етегіндегі кеңді шаһарға келуінде өзіндік себебі бар. Өйткені Түркістан өңірінде жұмысқа орналасуда жолы болмаған. Сондықтан жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы арқылы Түлкібастан Зырянға көшіпті. Здесь, в садике, встретили нас очень хорошо, меня вернее. Коллектив очень хороший, дружный. Бұл жердегі балабақша әкімдігі мені өте жақсы қарсы алды. Ұжым өте ұйымшыл екен. Мен тіпті көшкенімді сезбей де қалдым. Жері ауыстыру оңай емес деуші еді. Адам біраз уақыт өзіне өзі келе алмайды. Бірақ бұл жердің адамдары өте қарапайым, бауырмашыл екен. Тіпті қоныс аударғанымды сезініп те үлгермедім. Жұмыспен қамту бөлімі мені Түлкібас ауданында жүргенде жұмыспен қамтып үлгеріпті. Барлық жерлестерге жалынды сәлем. Шығыс Қазақстан облысына келіңіздер. Көшуге ыңғайлы жер. Бұл жақтың тұрғындары көмектесуге әзір. Күтеміз сіздерді. В любой ситуации. Так что ждем вас. Жерлесіміз аңқылдаған ақ көңілді мінезімен небәрі бір айдың ішінде зыряндықтарға бауыр басып, ортасына сіңісіп кеткен. Түркістан облысынан ағайынның сәлемдемесін жеткізіп, алдағы ісіне сәттілік тілеп, сапарымызды жалғастырдық. Зырян ауданының қазіргі шекарасы 1941 жылы құрылған. Мұнда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде майдан үшін қажетті қорғасын, мыс өнімдері өндірілген. Тарихы тамыр жайған өлкенің сұлу табиғаты бізді баурап, ашық жарқын мінез бар тұрғындары көз алдымызда сақталып қалды. Қас қарая бастаған уақыт.
Зырян қаласынан 140 шақырым жол жүріп, Қоршаған тау ішіндегі Феклистовкаға келіп жеттік. 380 тұрғыны бар шағын ауылда күн сайын халықтың саны азаюда. Әлеуметтік нысандарда босаған жұмыс орындары көп. Өзекті өртеген осы мәселе бір ауыл ғана емес, ел болып ойланатын қасіретке айналып отыр. Білім ошағының өзінде саусақпен санарлық оқушылар оқып жатыр. Осы жайтке бейжай қарай алмаған Талғат Қоңырбаев Отырар аудандағы Ақтөбе бөлімшесінен Зыряндағы Феклистовка елді мекеніне келген. Мал дәрігері болып жұмысқа тұрып, еңбек етуде. Жұбайы Бейбөгүл Ерназарова да жергілікті әкімшілікте еден жуушы болып нәпақасын тауып жүр. 3 ұл, бір қыз тәрбиелеп отырған жанұя баспана алып мемлекет тарапынан берілген көтерме ақыға мал сатып алған. Алдағы күндері 4 түліктің басын көбейтіп бордақламақ. Асықтай ұлдар мен қылықты қыздарын қатарынан қалдырмай аялап өсіріп отыр. Зырян ауданы Феклистовка ауылында оқып жатырмын. Біздің Ақтөбеге жер жетпес, туған жерге жер жетпес дейді ғой. Бірақ бұл жақтың да табиғаты күшті екен. Біздің Ақтөбеге қарағанда таулар және ормандар көп екен. Біздің Ақтөбеде өзен көлдер жоқ болса, бұл жақта бәрі бар, рахат күшті. Біз бұл жақта сыныпта бала аз болғандықтан 4 бала болып оқимыз. Ал Ақтөбеде болса 24 бала болып оқитынбыз. Біздің ауылда жеміс жидек теретін болса, әркім өз үй жағына терет. Бұл жақта бәрін орман арасынан теруге болады екен. Бәрі орманның ішінде кездеседі екен. Біздің ауылға қарағанда табиғаты күшті бұл жақтың. Ауылда, бірақ бәрі ауылыма туған жеріме еш нәрсе жетпейді. Жаңа мектепке барып, жаңадан дос тапқан Досымжан Бөгенбай бұғанасы қатпаған бала болса да өңірдің проблемасын айтты. Бір сыныпта 4 бала оқимыз деп көңілі жабырқаған Досымжанның жас та болса ақыл ойының терең екеніне таңырқай қарадық. Бір шетінен өршіл намысты ұрпақтың өсіп келе жатқаны қуантты. Зырян ауданына қарасты Северный ауылдық округінің әкімі Қайратбек Шеңгескенов қоныстанушыларды шекаралық аймаққа тартқан алғашқы азаматтың бірі. Карьералық жағдайын жасайым деген адамдарға бұл жерде ешқандай бюрократиялық кедергілер жоқ. Өз мамандығы бойынша да жоғарылап қызмет атқаруға болады. Немесе ауылдық округтерге әкім болам десе, біз өз тарапымыздан көмектесіп, жұмыс жағдайына орналасуға, жағдайын жасауға тырысамыз. Сондай жағдайлар бұл жерде мүмкіншіліктер көп. Осы үлкен кең жерге өзіміздің отандастарымыз ие болса деген ой. Сондықтан құр сөз емес, бұл жақсы бағдарлама. Осыны барлық Қазақстан халқы болып жұмыс істеуіміз керек. Жұмыс дегенде халықты, тығыз орналасқан халықты жұмыспен қамту үшін осындай аймақтарға көшіру керек. Өмірбаяныңызды байытып, қызметте өскіңіз келсе, Зырян ауданына асығыңыз. Жоғарыда баяндалған кейіпкерлеріміздің барлығы бүгінгі күннің батырлары. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, 21 ғасырдың жырға қосатын ел қаһармандары міне осылар. Бір жол бар, жақында болса алыс деген сөз тіркесі еліміздің шекарасында орналасқан аймақтарға айтылғандай. Шығыс Қазақстан облысында ең таза, нағыз өмір сүруге лайықты жер Риддер қаласы. Жан-жағын тау қырат қоршаған, қайыңды ағаш қаптаған өлкенің табиғаты көздің жауын алып тұр. Бояусыз салынған сурет деп осыны айтарсыз. Ағаштардың жапырақтары сарғайып, қоңыр көздің салқын лебі есіп тұр. 1941-2002 жылдардың аралығында Лениногорск деп аталған. Осында кең орнын бірінші ашқан инженер Филипп Риддердің есімі берілген қаланың қақпасынан бізді әкімдік қызметкерлері құшақ жайып қарсы алды. Құтты қонақ келді деп қуанған риддерліктер күн сәскеге түскен уақытта бізді қоныс аударушылардың отбасына алып барды. Отырар ауданы Маяқом елді мекенінен келген Ернұр Нұрлыбековтың жанұясы жас отбасылардың бірі. Осындағы жергілікті ішкі істер бөлімінде қызмет атқарып жатқан полиция. Жұбайы Мадина Досымбетова мамандығы бойынша мұғалім. Түркістан облысынан келген біздерді көргенде жүзіне күлкі үйіріліп, төркінім келді деп қуанды. Ал отағасы жұмыста екен. Жас жанұяның Риддер қаласында айы оңдан туып, жұлдызы жанған. Өйткені ай сайын үйге уақытылы кіріс көзі кіріп тұр.
істеп жүрген кезінде Түркістан облысы Майқұм ауылына жұмысқа шыққан болатынмын. Сол жолдасым осы Риддер қаласында жұмыс бабымен келді. Ішкі істер бөліміне қызметке келді, аға лейтенант болып. Бағдарлама бойынша 1 жылдық мерзімге арналған пәтерақы үшін берілетін қаржылай көмек алдық. Алдағы уақытта өзіміздің жеке пәтерімізге қаржы жинақтаудамыз. Болашақта мен өзімнің мамандығым бойынша жұмыс істесем деймін. Риддер қаласында ботаникалық бақ бар екен, яғни ғылыми зерттеу институтыда. Сол жерде өзімнің алдында істеген еңбек жолымды жалғастырып, ғылыми қызметкер ретінде өзімді жұмыс істеп, өзімді дамытқым келеді. 80 жылдық тарихы бар Риддер аграрлық техникалық колледжі білім алған түлектердің 90%-ын жұмыспен қамтиды. Сондықтан осында серпін бағдарламасымен білім алып жатқан жастар саны жетерлік. Солардың бірі Шардара ауданының қос тумасы Бегалы Ғалымжан және Нұрбек Бейсенбаев. 2014 жылы оқуға түсіп, 2017 жылы аяқтаған. Бегалы мен Нұрбек қазіргі таңда Риддер металлургия кешенінде еңбек жолының алғашқы парақшасын ашып, 1 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Олардың өмірге деген құлшынысын көз жанарларынан ақ аңғардық. Қазір Риддер ТО кастинг деген комплексте жұмыс жасап жатырмын өзім мамандығыммен. Онда жаңа жұмыстастарым бәрі қонақжай, көмектеседі. Қазақстанымызға еңбек ету, отбасын құрып, демократиямызға үлес қосып, барынша халқымызға қызмет етуге дайынбыз. Мен өзімнің туып өскен жеріме, Түркістан облысы Шардара ауданына, өзімнің туып өскен ауылыма, Көксу ауылына дұғай сәлемдер жолдаймын. Ата-анама, туыстарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Серпін бағдарламасымен келдік мұнда. Одан кейін бізді 2014 келіп, оқуға түсіп, 2017 жылы бітіріп, диплом алып, жұмысқа тұрғызып, көшіп қону бағдарламасына тіркеді, үй береміз деді, бізге көмек ақша берді. Шардаралықтар Риддер қаласында отбасын құрып, шекаралық аймақтың іргесін нығайтуға үлес қоспақ ниетте. Жалындаған жерлестеріміздің талпынысы орасан. Мағжан Жұмабаевтың арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін деген өлең жолдарының кейіпкерлері міне осылар. Риддер қаласында кіші және орта бизнес белсенді енді дамып келе жатыр да, және оңтүстік өңірінен мысалы жеміс жидектер әкеп осы жақта осындай үлкен дүкендер ашып жатса, бұл деген үлкен бір серпіліс береледі біздің даму саламызға. Енді қай салада болмасын, қызмет істеймін деген азаматтарға және де өзінің өмірін жәнеден бастап жаңа бір беттерін ашып, жаңа қырларынан танысам деп, өзін мына қазақ жүрген жерде ағайыншылдық қой. Ана ағайын көмектеседі, мына ағайын көмектеседі, кішкене еркелеу өседі, мынандай бөтен бір кішкене үйренбеген жерге келген кезде адам өзінің 100% потенциалын ашады. Ол кәсіпкерлік пе, ол оның қол өнері ме, ол оның өзінің бір басқадай бір қырлары ма. Сондықтан сондай азаматтар болса, өздерін бір жеке бір дара неден қырынан көрсетіп, өмірінде бір жақсы бір белестерді асырайын деп жатса, асырып белестерге жетем деп жатса, осы Риддер қаласы толық сондай бір мүмкіндіктер беріп қалады. Өкіметтік бағдарлама бойынша біз азаматтарды қабылдаймыз. Негізі сараптап қарасақ, жергілікті халықтың 80%-ын орыс ұлты құрайтын Риддер қаласына қоныс аударғандардың басым бөлігі Отырар ауданынан екен. 30 жасында орда бұзып, тау асып келген Абылай Адасқанов Отырардың Шеңгелді жерінен. Шаңырағын оңтүстіктен шығысқа көшірген жерлес ішкі істер бөліміне жұмысқа орналасып алыпты. Қазіргі таңда жұбайы Самал Дүйсенбековамен бірге бір ұл өсіріп отыр. Осындан бірнеше жыл бұрын қолына диплом ұстаған Абылай жұмыссыз көп уақыт жүрген. Туған жерінде қызметте сәті оңынан түспеген соң шығысқа қарай бет алдым дейді. 2006 жылы осында Сәрсен Аманжолов атындағы көпсалалы колледжге түстім басында. Содан 2 жыл оқып, осында Риддер деген қалаға қонаққа келдім.
Содан осы жердің табиғаты, несі ұнады. Содан институтты осында келіп жалғастырдым. Өзіңе байланысты жақсылап жұмыс істесең, онда бәріне қол жеткізуге болады. Иә, осында енді жұмысқа орналасты, осы ішкі істер басқармасына. Осында жұмыс істеп жүрген, енді Алла қаласа бәрі жақсы болса, жақсылап жұмыс істесек, әке шешемізді, туған туысқандарымыз осында тартамыз. Жеңіл көлікпен Түркістаннан Риддер қаласына жеткенге дейін 3618 шақырымды еңсеріппіз. Бірақ бізге жол азабының қиындығын осындай қаһармандардың патриоттығы ұмыттырды. Айта кетейік, бұл Риддер тарихтың қойнауында жатқан шаһар. Талай тұлғаларды тоғыстырған өлкеде естен кетпес естеліктер көп. Риддер қаласының табиғаты адамды таңырқатпай қоймайды. Құдды бір бояусыз салып қойған суреттерсіз қоршап жатқан өр Алтай тауы, суы. Бұның барлығы адамның денсаулығына ем болады екен. Риддер қаласы теңіз деңгейінен 1887 метр биіктікте орналасқан. Міне, таң қалатын табиғаты бар. Осындай аймаққа Түркістан облысынан қоныс аударып жатқандар аз емес. Сондай-ақ тарихи тағы бір ақпаратты айта кетейін. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің қызмет жолын Теміртауда бастаған болса, ал Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өзінің еңбек жолын дәл осы Риддер қаласында бастаған. 1939 жылы бас инженер және 1940 жылы Риддер рудныйда директор болған. Сондай-ақ дәл осы Риддер қаласынан кеткенден кейінде Қонаев осы қалаға келіп, халқымен жүздесіп, бар жағдайды жасауға атсалысқан екен. Тіпті заманымыздың заңғар жазушы Мұхтар Әуезовпен осы Риддер қаласында жүздескен. Бұл тарихтың қойнауындағы керемет ақпарат. Риддерден шығып Шемонайха қаласына қарай жол жүріп келеміз. Табиғаттың таң қалдырар әсем көрінісі көз алдымызда алыстап барады. Бізге Риддер қаласына қайта оралуды жазсын деген ниетпен қимай қоштасып сапарды жалғадық. Шығыс Қазақстандағы Шемонайха ауданында 45 мың халық бар. Облыс орталығы Өскемен қаласынан 100 шақырым қашықтықта орналасқан. Оба өзенінің жағасындағы аймақ 1928 жылы құрылған. Алтай тауының етегінде орналасқан Шемонайхада жазы қоңыржай жылы болса, қысы суық болып келеді. Тұрғындардың негізі ауыл шаруашылығы және ауыр өнеркәсіппен айналысуда. 100 түрлі жұмыс орны бар ауданның бірі бұл. Бос тұрған жұмыс орны өте көп. Бұған себеп зейнеткерлер ғана қалған. Ал жергілікті жастардың оқу іздеп өзге қалаларға кетуіне байланысты өнеркәсіп өндірісі жастардың күшін қажет етуде. 22 жастағы Жамбыл Асылхан Шемонайхаға 2017 жылдың мамыр айында Түркістан қаласынан қоныс аударыпты. Рухани Астанадан ат терлетіп келген жас жігіт алғашында жергілікті тұрғындардың ресми тілде сөйлейтіндігін көріп, таңырқағандығын жасырмады. Бүгінде араласатын ортасын мемлекеттік тілде сөйлеуге баурап жүрген азаматымыз Оба шипажайында емдеу ісімен айналысып жатыр. Осы жақта орысша сөйлейтін болғаннан кейін жоқ бармаймын дедім. Содан кейін бірінші ол осы звондады. Бірінші Шығыс Қазақстан звондады маған. Осындай Шемонайха районында жұмыс бар, келесіз бе деп не алды. Біріншінде орысша сөйлеген. Мен оқымадым мен. Орысша айтқанда непонятка болып қалдым. Содан әкеме айттым, звондадым. Әке осыны деп жатыр, мен сөйлесші дедім. Әкем сөйлесті дағын. Өзі жұмысқа шақырып жатыр сенді. Ол не істейсің деді. Не істеген? Сіздер не істейсіздер? Сіздер рұқсат берсеңіздер, барып көріп қайтайын деді. Жарайды онда деді. Батасын беріп шығарып салды. Содан келдім неге? Осы жаққа. Ең алғаш келгенде ешкім танымаймын. Түнде пойыздан түстім. Онан кейін мен Шемонайха деген жерге апарыңызшы дедім. Таксиге отырып. Ол кісі Шемонайха деген қазір жүрмейді деді, түнде уақыт. Содан ол мені күтіп, не қылып, түнде үйіне алып барып, сөйтіп қонақ жайлы жасап, сосын таңертең Шемонайхаға сол кісі алып кеп тастады. Қаржысыз, мысалға, таныс тамыр, мен мысалы бұл жерге келгенде ешқандай бір танысым болмады. Арқа сүйер бір
ойбай мына кісі пәленше ұзақтау таныс дейді ғой, мысалы ондай да болмады. Жаңғыз өзім келдім, есіктерін ашты, кірдім, жұмыс істедім. Жақсы жұмыс істеуге келеді. Өскемен қаласынан 80 шақырым жерде орналасқан шипажай халыққа 2002 жылдан бастап сапалы қызмет көрсетеді. Ардагерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандардың денсаулығын жақсартатын медициналық мекемеде жұмыс жасап жатқан Жамбыл Асылхан жастар жұмыс жоқ деген секілді түрлі желеумен туған жерден жырақтамаса екен деп астарлы ойын айтып қалды. Жас маманның алдағы мақсаты тәжірибе жинап, ата-баба жатқан топырақты қараусыз қалдырмай, ізін жалғар ұрпақ тәрбиелеу. Ал Кентау қаласынан келген Жұлдыз Құрбанова да шығыстың шемонайқасын шырайландыруда. Ішкі саясат бөлімінде теолог қызметін атқарып, діни мәселелерді реттеуге ықпалын тигізіп жатыр. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетін бітірген жас маман 1 жылдан бері Ресей шекарасына жақын аймақта еңбек етуде. Туған жерім Түркістан облысы, Кентау қаласы, Қарнақ ауылы. Оқыған жерім Түркістан қаласында Қазақ-Түрік университеті, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің түлегімін. 2013 жылы оқуға түстім, 2017 жылы бітірдім оқуды. Содан кейін сол тамыз айында 2017 жылы өзімнің әпкеммен осы Шемонайха қаласына келдім. Өйткені әпкем уже 15 жылдан артық осы жерде өмір сүріп жатыр. Соған келгем, сонымен бірге біз жұмыспен қамту орталығына бардық. Сол жерде бізге осы бағдарлама туралы айтып өтті. Сол біздің оңтүстіктен адамдарды, студенттерді алып келіп жұмыспен қамтиды, оларға квартира береді. Шемонайха ауданы ішкі саясат бөліміне теолог ретінде жұмысқа алды. Вот қазіргі таңда сол жерде теолог ретінде жұмыс атқарып жүрмін. Біздің Шемонайхаға Түркістан облысынан адамдарды шақырамыз. Біздің Шемонайхаға келіңіздер, жұмыс көп, мамандық аз, келіңіздер, әртіс болсын, ұйымдастырушы болсын, барлықтарыңызды шын ниетімен қарсы аламыз, тосамыз. Қазіргі таңда Шемонайха ауданында қоныс аударушыларға арналған 5 қабатты 60 пәтерлі тұрғын үй салынып жатыр. Жұмыс іздей келген барша азаматтарға баспаналы болуға да мүмкіндік мол. Көші-қон бағдарламасы бойынша ауданымызда көп қабатты 5 қабатты 60 пәтерлі үй салынып жатыр. Мемлекетіміздің оңтүстік өңірінен қоныс аударып келем деушілерге беріледі. Және осы ауданымызға еңбек етіп, еңбек сіңірем деген азаматтарға берілетін болады. Бұл үйдің 60 пәтерінің 20-сы бір пәтерді бөлмелі, 20-сы 2 бөлмелі, 20-сы 3 бөлмелі болып тапсырылады. Жанұя жұмысқа қабілетті болу керек, жұмыс істеймін деген ниеті болу керек. Біз қуана-қуана қарсы аламыз, сондай азаматтарды жұмыс орнын тауып береміз. Проведя анализ на рынке труда, нам необходимо следующее. Еңбек жәрмеңкесінің сараптамасы бойынша бізге көптеген саланың мамандары жетіспей тұр. Мәселен, ұстаз, білікті дәрігерлер, яғни жүйке ауруын емдеуші, хирург, балалар дәрігері, сондай-ақ құрылысшы, көлік жүргізушісі, мал дәрігерлері жетіспей тұр. Жалпы 220-ға тарта жұмысшы қажет. Шемонайха ауданына келем десеңіз, мархабат. Жұмыс орны жетерлік. Біз сізді және отбасыңызды шақырамыз. Балаларыңыз қажетті көмекпен қамтылады. Балабақша, мектеппен. Біздің ауданға келем деушілерге есігіміз ашық. Тұрмыстық жағдайдың жақсаруына үлкен мүмкіндік сыйлайтын шығыста міне осындай қызықтар бар екен. Жергілікті әкімдік қызметкерлері құшағын кеңге жайып қарсы алуға және әрдайым көмек қолын созуға әзір. Бір білгеніміз Шығыс Қазақстан облысының даласында да, қаласында да жұмыс жетерлік. Шемонайха ауданына қоныс аударар болсаңыз, дәл мына 5 қабатты үйден пәтер алуға мүмкіндігіңіз бар. Шығысты шырайландырып отырған түркістандықтар туралы айтпағымыз міне осы болатын. Біз бір аспанның астындағы отанда тұрып жатырмыз. Сондықтан шекарамызды қорғап қалу, елімізді дамыту ол сіз бен біздің міндетіміз. Сондықтан барлығымыз бір болып, еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ішкі көші-қон саясатына атсалысайық.
қоныс аударушылардың бағдарламасы аясында Тарбағатай, Қатонқарағай, Зырян, Өскемен, Рейдер, Шемонайха қалаларын аралаған біздер 4000 шақырым жол жүріп, алаштың астанасы Семейге де соқтық. Ұлы ақын Абайдың туған жері, Шәкәрім Құдайбердіұлының өскен өлкесі. Семейде 330 мыңнан астам халық бар. Бір кездері алаштың астанасы болған қасиетті аймақта да қоныс аударамын деушілерге жағдай жасалып жатыр. Ел жүгін арқалаған айтуы мәселеге біздің шығармашылық топ куә болды. Шаруа қожалығымыз Мұздыбай 1 деп аталады. Мұздыбай 1 шаруа қожалығына Семейден 25 шақырым жерде орналасқан. Бүгінгі таңда шаруа қожалық картоп көкөністен екінші Шығыс Қазақстан облыс бойынша қожалығы екінші болады. Занятость программа бойынша 10 үй салынған. 2 пәтерлік, двухквартирный дейміз ғой. Двухквартирный, трехкомнатный, 3 бөлмелік 10 үй салынған. Бізге соған сол үйлерге осы программа бойынша оңтүстіктен жұмысшылар керек. Оңтүстіктің азаматтарына айтайын дегенім, біз бір елміз, бір мемлекетпіз. Сол Қазақстан. Басқа бөтен жерге бармайды. Қарапайым қазақи жерге келеді. Ешкімді сынамайды дегендей. Бәрі күйіміз келгенше, қолымыздан келгенше көмектесеміз, жағдайын жасаймыз. Міне, Айғақ телеарнасының шығармашылық ұжымы Шығыс Қазақстан облысына жасаған сапары барысында еңбекте бағы жанған талай жаны жайсаңдармен жүздесті. Алып мемлекет Қытай, Ресей, Алтай жерлерімен шектесіп жатқан елді мекендерде жастар көбейсе, жұмыста молаяды. Әркім өзінің бейіміне, ыңғайына қарай қолынан келетін жұмысты игеріп әкетуге елімізде мүмкіндік мол. Бастысы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі көші-қон саясаты іргелі мақсат, ілгері қадам. Сөз соңын көш-көлікті, жолдар көрікті, қоныс құтты, босаған мықты болсын деп түйіндейміз.